Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге әрі дәмді, әрі ерекше салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл салат өте тойымды, әрі тәбет ашарлықтай болып шығады. Ешқандай көкөністерді қуырмаймыз. Көкөністі турап банкіге саламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыз. Бізге керек ингредиенттер бұл қияр қажет болады, қызанақ қажет, сарымсақ және де 2 штук осындай пияз қажет болады, және аскөк, және болгар переці немесе тәтті бұрыш, және де қырыққабат, және де сәбіз қажет болады. Достар, құрамына қосатын барлық ингредиенттерді және граммын, килограмм барлығын толық описанияға жазып кетем. Сол жерден қарай аласыздар. Енді барлық көкөністерімізді турап аламыз. 40 қабатты орта көлемде тураймыз. Қатты жіңішке, қатты қалың да қылмаймыз. Және осындай үлкен ыдыс дайындап аламыз. Ыдысымызға туралған көкөністерді саламыз. Содан соң тәтті бұрышымызды да орта көлемде тураймыз. Барлық туралған көкөністерімізді ыдысымызға саламыз. Содан соң пиязымызды тураймыз. Ортасынан бір бөліп, осы видеода көрсетілгендей жіңішке көлемде тураймыз. Және сарымсақты ұзынша көлемде жіңішке қылып турап аламыз. Сонан соң сәбізімізді арнайы корей салатына арналған үткіштен өткізіп аламыз. Және қиярымызды тураймыз. Егер қиярымыз кішкентай болып жатса, онда осындай дөңгелек қылып тураймыз. Ал егер үлкен көлемде немесе орташа көлемде болып жатса, онда ортасынан бір бөліп тураймыз. Содан соң қызанағымызды тураймыз. 4 қызанағымыз үлкен болып жатса, 4-ке бөліп, осылай видеода көрсетілгендей орта көлемде турап аламыз. Және де аскөктерімізді тураймыз. Қалауыңызға қарай аскөк қолдансаңыздар болады. Туралған аскөгімізді енді ыдысымызға салып, енді соңында жаңағы дәмдеуіштерімізді саламыз. Мен 3 ас қасықты толтырмай тұз салдым. Сіздер дәміне қарай салыңыздар. Және 1 ас қасықты толтырып қант саламыз. Және де мен жаңағы таза уксус болғаннан кейін 1 ас қасықты толтырып, жаңа 6% уксусымызды құйдым. Егер сізде бұндай уксус болмай жатса, онда 70% уксусты 1 шай қасықты толтырмай құйсаңыздар болады. Енді барлық көкөністерімізді тұзы барлық жақсылап бір-біріне сіңу үшін жақсылап араластырамыз. Ең бастысы қолымызбен қатты қыспаймыз, жай ғана араластырамыз. Араластырғаннан кейін біздің салатымыздың көлемі кішкене осылай жоғалтады. Енді қызып тұрған 150 грамм сұйық майымызды құямыз. Сұйық май міндетті түрде қатты қызып тұру қажет. Сұйық май құйғаннан кейін қасықпен кішкене араластырып жібереміз, қолымыз күйіп қалмас үшін. Сонан соң қолымызбен қатты қыспай жайлап араластырамыз. Енді соңында бетіне осындай тарелка қойып, аузын жауып 30 минутқа қоямыз. Салатымыз толықтай дайын болғанша әзірше уақытымызды жоғалтып алмай, банкымызды булап аламыз және де қақпақты 1 минуттай ыстық суда қайнатып аламыз. 30 минут өткеннен кейін салатымыз толықтай дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай салатымыз біршама кішірейеді және өзінен осындай сұйықтық шығады. Енді қолымызбен жақсылап араластырамыз. Буланған банкілерімізге салатымызды саламыз. Салатты салған уақытта жаңағы қолымызбен кішкене басып жібереміз, бірақ қатты нығыздамаймыз. Кішкене басып жіберсеңіздер жарайды. Және достар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Қазақша контенттің дамуына кішкене де үлес қосуларыңызды сұраймын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда осындай қарапайым дәмді рецептермен бөлісіп тұрамын. Және видео рецепт ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, лайк басуыңызды сұраймын. Және достар, қыстық мезгілде пловпен, бешбармақпен, қою тағамдармен рахаттанып отырып жейтін қызанақтың шырынында жабылған қиярдың рецептісімен бөлістім. Бұл рецепт өте ерекше. Банканы буламай қызанақтың шырынында қиярды жабамыз. Рецептін толықтай көру үшін осы жердегі сілтемеден өтіп қарай аласыздар, немесе төмендегі описанияға қалдырып кетем, сол жерден қарай аласыздар. Мінекей салатымызды банкімізге осылай қатты нығыздамай салып аламыз.
Енді барлық банкімізге салатымыз салып болғаннан кейін салаттан шыққан жаңа шырынды осы салаттың үстіне құямыз. Барлығын аузына толғанша осылай құйып шығамыз. Сонан соң бізге үлкен кастрюль қажет. Менде кастрюлем қатты үлкен болғандықтан осындай орта көлемдегі ыдысымды дайындап алдым. Екі ыдысқа осылай майлығымды екі бүктеп төсеп аламыз. Бізде асхана сүлгісін майлық деп атайды. Енді осының үстіне жаңағы дайын салатымызды қоямыз. Салаттардың қақпағын жабамыз. Қақпақты жай ғана жауып қоямыз, бұрамаймыз. Енді осының үстіне салқын су құямыз. Міндетті түрде суымыз салқын болу қажет. Жаңағы видеода көрсетілгендей көлемде құйып аламыз. Екі ыдысыма да осылай салқын су құйып алдым. Содан соң газ отымызға қойып, отымыздың астын барынша жағып, қайнағанын күтеміз. Суымыз қайнаған уақытта отымыздың астын орташа отқа қойып, қайнаған судың астында банкаларымызды 30 минут ұстаймыз. Яғни суымыз қайнаған уақыттан бастап есептейсіз, ода 30 минут ұстаймыз. 30 минуттан кейін банкымызды алып, закрывашкамен, яғни қақпақ жабатынмен аузын жақсылап жабамыз. Ауа кірмейтіндей толықтай жауып шығамыз және толықтай жабылғанында көз жеткіземіз. Сыртқы бөліктерін жақсылап сүртіп аламыз. Мінекей салатымыз суда 30 минут тұрған уақытта өзінің түсін кішкене өзгертеді, яғни кішкене сарғыштау болады. Сонымен салаттарымыз толықтай дайын. Жасау жолы өте оңай, достар, ешқандай қиындығы жоқ. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Салатымыз өте дәмді және тәбет ашарлықтай болып шығады. Ер адамдардың жақсы көріп жейтін салаттарының бірі болады. Енді банкымыздың жаңа аузын төменге қаратып қойып, үстін қалың сүлгімен немесе одеялымен орап қоямыз. 2-3 күн осылай сүлгінің астында қоямыз. 2-3 күннен кейін сүлгіні алып тастасаңыздар болады. Мінекей достар, салатымыз осылай жасалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын турап банкіме саламыз. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қыстық мезгілде тағамдармен немесе тіпті өзін жесеңіз де өте дәмді болады. Осы рецепт ұнаса, комментарий бөліміне пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аягөз.